Больницаларды жекешелендіру. Осы тақырыпта бүгін талқылайтын боламыз. Сіздермен бірге заңгер Шыныбаев Марғұлан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Тақырыпты ары қарай талқыламай тұрып, астында подпискаға басып, қоңырауды басып, жүректі басуды ұмытпаңыздар. Қазақи заң каналының дамуына атсалысуыңызды сұраймын. Неге бұл тақырыпты мен қазір таңдадым? Себебі мен өз басынан қазір өтіп отыр. Мен Чапай ауылында тұрам. Чапай ауылында қазіргі кездегі мемлекеттік больницаны жекешелендіру сұрағы жүріп жатыр. Халық жаппай қарсы шығып, петицияға қол қойып, акиматтың алдына ереуілге шығып жатыр. Өзім заңгер ретінде осы тақырыпты біраз зерттеп көрдім. Заң жағынан қалай болады екен, қазір практикада қалай болып жатыр, сол туралы біраз талқылаймыз. Қазір бұл сұрақ әрбір Қазақстан азаматының басына келеді. Не үшін? Өйткені жекешелендіру жаппай жүріп жатыр. Сол туралы біраз талқылайтын боламыз. Ал кеттік. Мына Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік туралы заңы бар. 1 наурыз 2011 жылы қабылданған. Соған 2019-20 жылдары өзгерістер енгізілді. 2018 сол жылдары өзгерістер енгізілді. Сол өзгерістерге байланысты қазіргі таңдағы, өздеріңіз бәріңіз білесіз, медстраховка бар ғой, медсақтандыру. Соған байланысты жеке ұйымдарға, жеке жаңағындай ауруханалар бар ғой, жеке ауруханалар. Соларға біз қазір өзіміз тіркелсек болады. Тіркелгеннен кейін біз тіркелгендіктен біздің страховкамыздың бюро ақшаны сол жеке больницаға төленіп отырады. Түсіндіңіз ғой? Қазір қалада бәріміздің үйреншікті нәрсе. Бірақ ауылда, мына облыстарда мүлдем басқаша болып жатыр. Мысалға, мен жақындаған информацияны білдім. Ақтөбе қаласында жекешелендіру жүрілген. Ақтөбе қаласында жекешелендіру жүріліп, жаңағыдай больницалар жеке жаңағыдай адамдардың қолына өткен. Бұл туралы информацияны мен жаңағы параграф KZ-тен алдым. Жекешелендірудің өңшең жақсы жақтарын көрсеткен. Жекешелендіруге болады, жекешелендіру жақсы деген сияқты информация өте көп. Онымен қатар жақында ғана осы Талғар қаласында, Алматы қаласының облысында Талғар қаласы бар, сол Талғар қаласындағы больницаларда жекешелендірілген екен. Яғни жеке жаңағындай компанияларға оралымды басқару дейді ғой, оралымды басқаруға берілген екен. Сондай жағдайлар болып жатыр. Негізі, мына жаңағы заңды жеке айтқан жоқпын сізге, сол мемлекеттік мүлік туралы заңына сәйкес, соның 74-ші бабы бар, сол 73-ші бабы бар, 73-ші бабына сәйкес құзырлы органдар жекешелендіре алады. Құзырлы органның шешімі жекешелендіре алады. Жекешелендірудің түрлері бар екен, 3 түрі бар екен. Қазіргі таңда белгілі 3 түрі. 3 моделі бар екен. Передача объекта в доверительное управление, яғни оралымды басқаруға беру. Оралымды басқаруға беру дегеніміз, мысалы мемлекет тұрады, одан кейін жеке компания болады. Осы жерде больница болады, больницаның бір ғимараты бар, здание бар. Сол ғимаратты мына жеке компанияға басқаруға береді. Ішіндегі адамдарда бүткіл персоналмен бірге осы жеке тұлғаға, жеке компанияға басқарылуға береді. Соны оралымды басқару деп аталады. Ол бірінші модель. Екінші модель ол арендаға беру. Яғни жаңағындай бір ғимаратты арендаға береді. Арендаға бергеннен кейін соларға жекешелендіріледі. Ол екінші моделі. Үшінші моделі возможно договор с инвестором на строительство и эксплуатацию поликлиники. Яғни жаңадан поликлиника, больница бір жеке тұлға салып, соған мемлекеттік статус беріп, болмаса сол поликлиникаға мысалы біз тіркелетін болсақ, жеке тұлға ретінде мемлекет ақша бөлінеді ғой. Сол ақшаны жаңағыдай салған адамға беретін болады. Қаржы ретінде. Мысалға садиктер, қазір бәріміз білеміз, жеке садиктер көбейіп кетті. Біз оларға бала береміз, бала бергеннің баланың жарты ақшасын мемлекет төлейді, жарты ақшасын халық төлейді.
сол сияқты больницаны сол садикке теңес садик сияқты қылып жаңағындай жеке адамдарға, жеке тұлғалардың қолына беріп жатыр. Үшінші модель қандай? Төртінші модель уже қандай дедік? Больница передачи в госсобственность и без больницы последующей передачи госсобственность. Жаңа жекеше, жаңа айттым ғой, жаңа больница құрылады. Больница жеке адам салғаннан кейін оған статус беріледі. Статус берілгеннен кейін белгілі бір уақыт өткеннен кейін мемлекетке беру керек жаңағындай больницаны. Жеке тұлға салды, қолданды, пайдасын көрді, білмеймін, 10 жыл, 20 жылдан кейін мемлекетке беру керек ол больницаны. Сондай бір модель бар. Одан кейін тағы да бір, енді заңда көрсетілмесе де, нақ көрсетілмесе де бір тағы да модель бар. Ол жаңағындай мемлекеттік жеке серіктестік, государственное частное жаңағы партнерство деген бар. Яғни белгілі бір жеке тұлға, болмаса компания, өзінің зданиясы бар, жаңағындай персоналы бар, соларға бүткіл госзаказды, мемлекет тапсырманы соларға береді, солар жаңағындай қызмет көрсетеді, поликлиникалық, больницада ауруды емдейтін қызмет көрсетеді. Түсіндіңіздер ғой? Осылайынан больницадағы құзырларды жаңағындай жеке меншікке бермекші. Енді бұл жерде мынандай мәселе бар. Енді бәріміз азаматпыз ғой, Қазақстан Республикасының. Неге біздің ойымызбен санаспайды? Неге бізден сұрамайды деген сұрақ туындайды, иә? Соған байланысты мен жауап бергім келіп отыр. Қазақстан Республикасының мүліктері туралы заңының, бағана жоғарыда айтып отыргем, иә? Соның 73-ші бабы бар. 73-ші бабының 2-ші тармақшасында көрсетілген. Бедиді, в отношении коммунального имущества местный исполнительный орган или по согласованию с собранием местного сообщества, аппарата акима города, района, значения села, поселка, сельского округа. Яғни бұл құзырлы орган жекешелендіруге бере алады дейді. Бірақ осы жерде, сол поселокта, сол өңірде тұратын ұйымдар, халықтар, солардың ойы ескерілу керек, солардың пікірі ескерілу керек делінген. Әр жаңағындай ауданда маслихат бар. Маслихатта депутаттар отырады. Сол депутаттар халықтың жаңағындай уәжін айту керек. Егер халық қарсы болса, онда жекешелендіруге берілмейді. Түсіндіңіз ғой? Сондықтан, егер сіздер ауылдарыңызда, поселоктарыңызда жекешелендіру жүріп жатса, онда сіз петицияға қол қойып, барлықтарыңыз, яғни халық қарсы екенін білдіріп, әкімге өткізіп, қарсылықтарыңыздың жаңа петицияңызды, солайынан өз қарсылықтарыңызды білдірсеңіз болады. Бұл Қазақстан Республикасының мемлекеттік жаңағындай ғимарат туралы заңының 73-ші бабының 2-ші тармағында көрсетілген. Сіздердің заңи сауаттарыңыз ашылу үшін осындай мәлімет беріп жатырмын қазіргі таңда. Енді ары қарай, не үшін енді мен өзімнің ойымды айтсам, жаңа бірінші бөлім таныстыру болды, екінші бөлім заңы болды, енді өз жеке ойымды айтсам. Менің жеке ойым екіге бөлініп отыр. Бір жағынан больницаны жекешелендіру дұрыс па деп ойлаймын. Не үшін? Не себепті? Себебі егер жекешелендіруге берілсе, мысалы біздің Чапай ауылында бірақ больница бар. Жекешелендіруге берілсе, ол жерде 3 больница, 4 больница шығуы мүмкін, поликлиника шығуы мүмкін. Әрқайсысы бір-бірімен не болады? Бәсеке болады. Сондықтан ішінде кімдер пайда болады? Мамандар пайда болады. Мамандар, керекті мамандар, білікті мамандар пайда болады. Түсіндіңіз ғой? Сол жағынан бәсеке жақсы. Ал енді қаржы жағынан келетін болсақ, әрине қаржы жағынан жаңағы поликлиникалар өздерінің бағаларын өсіріп жіберуі мүмкін. Былай болады, бір поликлиника келесіз, 2 терапевт отырады. Біреуі ақылы, біреуі ақысыз. Ақысыз терапевт енді қабылдау керек, бірақ оның біліктілігі төмен болуы мүмкін. Ал ақылы терапевттің біліктілігі жоғары, сондықтан ақылы терапевт былайдан қойып қояды.
түсіндіңіз ғой? Сол кезде халық ана тегін терапевтке барайын десе оның білімі нашар екенін біледі, оған барғысы келмейді. Содан кейін не істейді? Жаңағыдай біліктілігі жоғары маманға барады. Ол маман әрине уже жаңағыдай ақылы түрде қабылдайды. Вот сол жағынан енді кішкене қарама қайшылықтар болуы мүмкін. Сондықтан менің ойым екіге бөлініп отыр. Бір жағынан ол жақсы, бір жағынан оның жаңағыдай минустары да бар. Енді сіздер өздеріңіз қалай ойлайсыздар? Больницаның жаңағыдай аурухананың жекешелендірілген дұрыс па, дұрыс емес па? Өз ойыңызды астында комментарийда айтып отырсаңыздар. Осы видеоның астына подписка басып, қоңырау басып, жүрек басып, және халықпен, өз достарыңызбен, туысқандарыңызбен бөлісуді сұраймын. Осы тақырыпты талқылау үшін. Кездескенше күн жақсы, сау саламатта болыңыздар.